Gözümün karası, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Бірінші қара сөзі. Осы жасқа келгенше жаман өткіздік пе, жақсы өткіздік пе? Ол ұрыстық, жылыстық, тартыстық, айтыстық. Енді ары қарай не істейміз? Ел бағу. Жоқ, ел баға алмаймын. Келе жатқан жастар өздері бағып алады. Мал бағу жоқ, мал баға алмаймын. Өсіп жатқан келіншектердің асын бағып, өзім өмірім тез өтіп кетеді. Бала бағу жоқ, бала баға алмаймын. Бала бағудың мәнісін де білмеймін. Ғылым бағу жоқ, ғылым баға алмаймын. Білгенді кімге үйретесің, білмегенді кімнен сұрайсың? Оданша осы келген ойлардың бәрін мен қағаз бетіне түсірейін. Сиямен парақты дос қылып жазайын. Керек адам жазып алып оқиды. Керек емес дегендер өз сөзін өзіне. Абай Құнанбаев 8-ші қара сөз. Біреу болыс, біреу би, олардың ақыл ерінейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол басырғандықтай жүрмес еді. Олар өздері де үздік, шыны өздеріміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтарлық іздеп салғанды. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзелдіге қалған, ол не қылып тыңдасын және тыңдайын десе де, ол тиемей басында өзінің жұмысы бар. Ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба, елдегі ұзақларымызды білдіріп аламыз ба, немесе қалсымызды білдіріп аламыз ба, яғни өзіміз шығынымызды толтырамыз қаламыз ба, деп еліне қарай біреуді жетілтейін деп, біреуді тұлтайын деген ниетінің бәрі басында қолы тимейді. Друзья, вот вы на всякий случай стихи о школьнике. Впрочем, лучше бы меня не назовем. Здравствуйте, простите, вы меня еще не проверили. Простого слова извините, не оторванного язык. Ему бывает часто лень сказать встречу, добрый день. А вас простое слово, он не стесняется отвечать. Это лучше случайно здоров. А он вместе здравствуйте, даже вместо до свидания не говорит ему ничего. И заявит на прощение, но я пошла. Всем пока. М. Червенский. Сурикова зима. Белый снег пушистый в воздухе кружится, и на землю тихо падает, ложится. И под утро снегом поле забелело, точно пеленой все его одело. Темный лес то шапкой принакрылся чудно, и заснул под нею крепко непробудно.